Бірде 54 жастағы әйел кісі келіп былай дейді. Мен таңертең тұрған кезде өзімді қатты шаршағандай сезінемін. Түске дейін көзім ілініп кетеді, басым айналады. Тез тұрып кетсем бәрі шайқалып кетеді. Бәлкім бұл жас шығар. Мен оған қарап келіңіз. Бір қарапайым нәрсені тексеріп көрейік дедім. Қарапайым қан анализін жасадық. Саусақтан алынған анализ ғана. Нәтижесін көргенде өзімде таң қалдым. Оның гемоглобині өте төмен еді. Сол деңгейде адам қалай күнделікті өмір сүріп жүргеніне таң қаласын. Біз оның тамақтану жүйесінде бір ғана нәрсені өзгерттік. 6 аптадан кейін ол қайта келіп, мен өзімді 10 жылға жасарып кеткендей сезінемін деді. Бірақ шын мәнінде ол жасарған жоқ. Ол тек шаршаудан арылды. Және бұл жалғыз жағдай емес. Мен мұндай оқиғаларды күнде көремін. Бүгін біз бірге мынаны түсінеміз. Неге сіз тез шаршайсыз? Неге бас айналады? Неге ұйқы басады? Және ең маңыздысы, оны қалай түзетуге болады? Мен 22 жылдық тәжірибесі бар, жалпы тәжірибелі дәрігермін. Күнде адамдармен тікелей жұмыс істеймін. Және мен ең жиі көретін нәрсе, 50 жастан асқан адамдар аурумен келмейді. Олар шаршаумен келеді. Олар маған бұрынғыдай энергия жоқ, өмірдің түсі кеткен сияқты дейді. Көпшілігі бірден ойлайды. Бұл жас. Енді осылай болады. Бірақ мен әрқашан тоқтатамын. Жоқ. Бәрін жасқа жаба салмайық. Алдымен тексеріп көрейік. Себебі 10 жағдайдың 8-інде бұл жас емес. Бұл нақты, табылатын және түзелетін себеп. Ең қауіпті ой. Бұл жас. Мен сізге бір шындық айтайын. Бұл жас деген сөз ең қауіпті түсінік. Неге? Өйткен адам соған сеніп қалады да, ештеңе істемейді. Біз бұрын өмір сүрген қоғамда 55 жасты адамды қарт деп санаған. Бірақ ол өмір салтына байланысты еді. Ауыр еңбек, нашар тамақтану, медицинаның әлсіздігі, тұрақты стресс. Бүгін жағдай өзгерді. Қазір адам 60-та да, 70-та да белсенді, күшті, сергек бола алады. Бұл мотивация емес, бұл физиология. Мысалға қарапайым нәрсе, автокөлікті елестетіңіз. 20 жылдық көлік. Егер оны қарамай, майын ауыстырмай, жөндемей жүрсе, ол нашар жүреді. Бірақ егер уақытында күтім жасаса, сол көлік жақсы жұмыс істейді. Адам ағзасы да дәл солай. Жас бұл тек жүріп өткен жол, ал жағдай ол күтімге байланысты. Шаршаудың артындағы нақты себептер. Көп адамдар шаршауды жасқа жабады, бірақ шын мәнінде себептер басқа болуы мүмкін. 1. Қан аздық, анемия. Қандағы гемоглобин төмен болса, ағза оттегіні азалады. Сол кезде әлсіздік, бас айналу, ұйқышылдық пайда болады. 2. Қалқанша безі. Ол ағзаның энергиясын басқарады. Төмен жұмыс істесе, адам баяулайды, салмақ қосады, тоңады. 3. Қан талмасуының бұзылуы. Тамақтан кейін ұйқышылдық, аш кезде әлсіздік. Инсулин мәселесінің белгісі болуы мүмкін. 4. D витамині жетіспеуі. Күн аз елдерде өте жиі кездеседі. Ол көңіл-күй мен иммунитетке әсер етеді. 5. Су жетіспеуі. Қарапайым нәрсе сияқты, бірақ көп адам аз су ішеді. 6. Ұйқы сапасы. Адам 7 сағат ұйықтайды, бірақ ұйқы терең емес, сондықтан шаршап тұрады. 7. Дәрілердің әсері. Кейбір қысым немесе басқа препараттарда әлсіздік беруі мүмкін. Бір нақты оқиға. 61 жастағы ер адам келді. Шағымы. Таңертең тұру қиын, кешке мүлде күш жоқ. Ол бірнеше дәрі ішіп жүр екен. Тексердік. Гемоглобин төмен, D витамині аз. Бір дәрі шаршау береді. Біз тамақтануды түзеттік, витамин қостық. Дәріні алмастырдық. 2 айдан кейін ол, мен өзімді қайтадан адам сияқты сезінемін деді. Енді біз ең жиі кездесетін себептердің біріне тоқталамыз. Қан аздық жағдайы. Көп адам оны тек қан аз деп қысқаша қабылдайды. Бірақ шын мәнінде бұл ағзадағы оттегі тасымалының әлсіреуі, яғни ағзаға энергия жетпей қалады. Сол кезде адамда мынадай белгілер пайда болуы мүмкін. Тез шаршау, бас айналу, көз қарауту, жүрек тез соғуы, бас ауру, терінің бозаруы,
ұйқшылдық. Кейбір адамдар мен ұйықтасам да шаршау кетпейді дейді. Бұл жерде мәселе ұйқыда емес болуы мүмкін. Неге бұл жағдай пайда болады? Көп жағдайда себеп біреу емес, бірнешеуі бірге жүреді. 1. Темірдің аз түсуі. Тамақтан жеткіліксіз алу, әсіресе ет, бауыр, жұмыртқа аз қолданылса. 2. Сіңуінің бұзылуы. Адам дұрыс тамақтанса да, ағза темірді толық сіңірмейді. 3. Созылмалы әлсіз қан жоғалту. Кейбір жағдайларда адам оны байқамайды. 4. Асқазан ішек жүйесінің әлсіздігі. Коректік заттар дұрыс өңделмейді. Маңызды көрсеткіш тек гемоглобин емес. Көп адам тек бір анализге қарайды. Гемоглобин. Бірақ мен сізге бір маңызды нәрсені айтайын. Гемоглобин қалыпты болып көрінсе де, ағзада темір қоры аз болуы мүмкін. Сол кезде адам өзін әлсіз сезінеді. Бірақ анализм жақсы деп ойлайды. Сондықтан тек бір көрсеткішке қарап, шешім шығаруға болмайды. Ағза сізге сигнал береді. Егер сізде таңертең тұру қиын, бас жиі ауырады, аяқ-қол әлсіз, жүрек тез соғады, тез шаршайсыз, онда бұл жай ғана жасыңыз емес болуы мүмкін. Бұл ағзаның ресурс азайғанының белгісі. Қарапайым түзету жолдары. Мен әрқашан күрделі емнен бұрын қарапайым нәрседен бастау керек деп айтамын. 1. Тамақтану. Күнделікті рационға темірге бай тағамдарды қосу маңызды. Мысалы, ет, бауыр, қарақұмық, жұмыртқа. 2. С витаминімен бірге қолдану. Темір жақсы сіңу үшін ағзаға қосымша қолдау керек. 3. Шай мен кофені тамақтан кейін бірден ішпеу. Бұл темірдің сіңуін төмендетуі мүмкін. 4. Дәрігермен тексерілу. Өз бетінше қорытынды жасамау маңызды. Қарапайым мысал, 56 жастағы әйел адам болды. Ол ұзақ уақыт бойы әлсіздік, ұйқышылдық, бас айналу сезінген. Бірақ ол бәрі жасқа байланысты шығар деп ойлаған. Тексеріс кезінде темір қоры өте төмен болып шықты. Біз тек тамақтану мен қарапайым қолдауды түзеттік. Бірнеше аптадан кейін ол өз жағдайының айқын жақсарғанын байқады. Ең маңызды ой, қан аздық, үнсіз жүретін жағдайлардың бірі. Ол бірден қатты білінбеуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе адамның энергиясын біртіндеп азайтады. Сондықтан ағзаның алғашқы сигналдарын елемеуге болмайды. Енді біз тағы бір өте маңызды тақырыпқа көшеміз. Қалқанша безінің жұмысы. Бұл ағзадағы энергияны, жылдамдықты және жалпы ішкі моторды реттейтін жүйе. Көп адам оны елемейді, бірақ дәл осы без адамның өзін қалай сезінетініне тікелей әсер етеді. Қалқанша безі әлсірегенде не болады? Адамда біртіндеп мына өзгерістер байқалуы мүмкін. Үнемі шаршау, салмақтың баяу, бірақ тұрақты қосылуы, тоңғыштық, бет сінуі, шаштың сиреуі, көңіл-күйдің төмендеуі, ойдың баяулауы. Кейбір адамдар айтады, бұрынғыдай жылдам ойлай алмай қалдым. Бұл жай ғана жасқа байланысты өзгеріс сияқты көрінуі мүмкін, бірақ жиі жағдайда мәселе ағзадағы реттеу жүйесінің баяулауы. Неге бұл болады? Қалқанша безінің жұмысына бірнеше фактор әсер етеді. 1. Йод пен микроэлементтердің жетіспеуі. Ағзаға қажетті құрылыс материалдары аз болса, жүйе әлсірейді. 2. Ұзақ стресс. Стресс ұзақ уақыт сақталса, гормондық тепе-теңдік бұзылады. 3. Ұйқының бұзылуы. Түнгі демалыс жеткіліксіз болса, қалпына келу процесі баяулайды. 4. Жас ұлғаюмен бірге өзгерістер. Бірақ бұл жалғыз себеп емес, тек фон ғана. Ең жиі қателік, көп адам мен жай ғана шаршадым деп ойлайды. Сөйтіп жылдар бойы ештеңе тексермей жүре береді. Ал шын мәнінде ағза баяу режимге түсіп кеткен болуы мүмкін. Метаболизм баяулағанда не сезіледі? Адамда мынандай жағдайлар жиі кездеседі. Аз тамақ жесе де салмақ қосу, таңертең тұру қиындауы, энергияның күн ішінде тез таусылуы, қозғалыстың баяулауы. Бұл кезде адам көбіне диета бастайды, бірақ нәтиже ұзаққа бармайды. Себебі мәселе тек тамақта емес. Қарапайым мысал, 60 жастағы ер адам келді. Ол бұлай деді: мен бұрын аз тамақ жесем де, салмақ қосып кетеді. Ол бірнеше диета жасап көрген,
бірақ нәтиже уақытша ғана болған. Кексерген кезде біз қалқанша безінің жұмысында баяулау белгілерін байқадық. Және жалпы, ағзада энергия алмасуы төмендеген. Біз оған қарапайым режим түзетулерін бердік. Ұйқы уақытын реттеу, тамақтануды теңестіру, микроэлементтерді толықтыру, қозғалысты көбейту. Біраз уақыттан кейін ол өзін жеңіл сезіне бастағанын айтты. Маңызды түсінік, қалқанша безі бір күнде бұзылатын жүйе емес, ол баяу өзгереді. Сондықтан адам оны көбіне кеш байқайды. Нені есте сақтау керек? Егер сізде шаршау ұзақ уақыт кетпесе, салмақ бақылаудан шықса, энергия азайса, ойлау баяуласа, онда бұл жай ғана күнделікті әлсіздік емес болуы мүмкін. Бұл ағзаның тепе-теңдікке мұқтаж екенін білдіреді. Енді біз тағы бір өте жиі кездесетін, бірақ көп адам байқамайтын жағдайға көшеміз. Қан талмасуының бұзылуы. Бұл жерде мәселе тек тәтті жеп қоюда емес. Бұл ағзаның энергияны қалай өңдейтін туралы көп адамда болатын белгі. Мына жағдай сізге таныс болуы мүмкін. Тамақ ішкеннен кейін 30-60 минут өтеді, ұйқы басады. Көз ауырлап кетеді. Жұмыс істеу қиындайды. Ми бұлыңғыр болып қалады. Ал кейде керісінше, тез ашығу, әлсіздік. Олдың дірілі сияқты сезім. Бұл ағзадағы қанттың тез көтеріліп, тез түсуімен байланысты болуы мүмкін. Неге бұл маңызды? Ағзада энергия тұрақты болуы керек. Ал егер ол бірде қатты көтеріліп, бірде төмен түссе, адам өзін тұрақсыз сезінеді. Сондықтан кейбір адамдар таңертең әлсіз, түсте ұйқышыл, кешке қайта сергек сияқты циклде жүреді. Қарапайым мысал, ағзаны от сияқты елестетіңіз. Егер отқа бірден көп отын салсаңыз, ол қатты жанады да тез сөніп қалады. Ал егер біртіндеп берсеңіз, тұрақты жанады. Адам ағзасы да дәл солай. Қандай себептер әсер етеді? 1. Тәтті мен ұн өнімдерінің көп болуы. Бұл энергияны тез көтеріп, тез түсіруі мүмкін. 2. Аз қозғалыс. Бұл инсулиннің дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді. 3. Ұзақ үзіліспен тамақтану немесе керісінше жиі беру. Ағзаның реттеу жүйесін шатастырады. 4. Ұйқының бұзылуы. Гормондық тепе-теңдікке әсер етеді. Ағза сізге сигнал береді. Егер сізде тамақтан кейін қатты ұйқы келсе, тәттіге жиі тартылу болса, энергия тез түсіп қалса, салмақ оңай қосылса, онда бұл жай ғана әлсіздік емес болуы мүмкін. Бұл энергия алмасуының өзгергенінің белгісі. Қарапайым түзету жолдары. Мен әрқашан күрделі нәрседен бұрын қарапайым қадамдардан бастау керек деп айтамын. 1. Тамақ құрамын теңестіру. Ақуыз, май және көмірсуды бірге қолдану маңызды. 2. Тәтті тағамды аш қарынға жемеу. Бұл энергияның күрт өзгеруін азайтады. 3. Қысқа жүріс жасау. Тамақтан кейін 10-15 минут жүру ағзаға көмектесуі мүмкін. 4. Тұрақты режим. Тамақтану уақытының біркелкі болуы маңызды. Қарапайым жағдай. 58 жастағы әйел адам болды. Ол былай деді: түскі астан кейін мен міндетті түрде ұйықтап қаламын. Біз оның күнделікті тамақтануын қарап шықтық. Тәтті мен ұн өнімдері көп, ал ақуыз аз болды. Режимін өзгерткеннен кейін ол өзін әлде қайда жеңіл сезіне бастаған. Ең маңызды ой: энергияның тұрақсыздығы жай ғана шаршау емес. Бұл ағзаның жұмыс режимі өзгергенінің белгісі. Келесі бөлімде Д витамині, иммунитет және көңіл-күй, күн сәулесінің әсері және жиі кездесетін жасырын жетіспеушілік. Енді біз жиі еленбейтін, бірақ бүкіл ағзаның жалпы жағдайына әсер ететін маңызды нәрсеге тоқталамыз. Д витамині. Көп адам оны тек сүйекке қатысты деп ойлайды, бірақ шын мәнінде оның әсері әлде қайда кең. Д витамині аз болса не байқалуы мүмкін? Адамда мынадай өзгерістер кездеседі: тұрақты шаршау, көңіл-күйдің төмендеуі, әлсіздік сезімі, жиі ауырып қалуға бейімділік, бұлшық ет ауырсынуы немесе әлсіздік, ұйқының сапасының бұзылуы. Кейбір адамдар мұны жай ғана күш жоқ деп сипаттайды, бірақ бұл жерде себеп тереңірек болуы мүмкін. Неге бұл маңызды? Д витамині ағзада тек бір жүйеге емес, бірнеше жүйеге әсер етеді. Иммунитет, жүйке жүйесі, бұлшық ет жұмысы,
жалпы энергия деңгейі. Сондықтан оның азаю бір ғана симптом емес, жалпы әлсіздік сезімін тудыруы мүмкін. Қарапайым түсіндіру. Ағзаны үлкен қала сияқты елестетіңіз. Д витамині бұл қаладағы жарық жүйесі сияқты. Егер жарық әлсіресе, бағдарлау қиындайды, жұмыс баяулайды, жалпы белсенділік төмендейді. Адам ағзасында да сол сияқты әсер байқалады. Неге көп адамда кездеседі? 1. Күн сәулесінің аз түсуі, көп уақыт үйде, кеңседе отыру. 2. Маусымдық өзгерістер, күз-қыс мезгілінде жиі байқалады. 3. Тамақтан аз түсуі, рационда жеткіліксіз болуы мүмкін. 4. Жас ұлғаю мен сіңуінің төмендеуі, ағза бұрынғыдай тиімді пайдалана бермеуі мүмкін. Жасырын проблема. Ең маңызды нәрсе бұл жетіспеушілік ұзақ уақыт байқалмай жүруі мүмкін. Адам ойлайды, мен жай ғана шаршадым, бірақ шын мәнінде ағзада ұзақ уақыттық ресурстық тапшылық болуы мүмкін. Қарапайым мысал, 62 жастағы ер адам болды. Ол ұзақ уақыт бойы энергия аз, көңіл-күй төмен, жиі шаршау сияқты жағдайды сезінген. Ол мұны жасқа байланыстырған. Тексеру кезінде Д витаминінің деңгейі төмен болған. Қарапайым түзетулерден кейін ол біртіндеп өзін жеңілірек сезіне бастаған. Ең маңызды қорытынды. Біз қарастырған барлық жағдайларды біріктірсек, қан аздық, қалқанша безі, қан талмасуы, Д витамині. Бұлардың бәрі бір-бірімен байланысты. Және олардың ортақ белгісі біреу. Адам өзін бұрынғыдай сезінбейді. Соңғы ой, егер сіз тез шаршасаңыз, энергияңыз тұрақсыз болса, ұйқыңыз жеткіліксіз сияқты сезінсе, бұрынғыдай белсенді болмасаңыз, онда бұл әрдайым жасқа байланысты бола бермейді. Көбіне бұл ағзаға назар аударудың уақыты келгенінің белгісі. Қорытынды. Ең маңыздысы, өз ағзаңыздың сигналын елемеу емес. Себебі ерте байқалған өзгерістерді түзету әлдеқайда жеңіл. Ал кешіктірілген жағдайда адам ұзақ уақыт өз жағдайын қалыпты деп қабылдап жүруі мүмкін.